Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз параллелограмм және үшбұрыштың ауданы туралы айтатын боламыз. Ең әуелі параллелограммға тоқталатын болсақ, параллелограмм деп қарама-қарсы қабырғалары тең, қарама-қарсы бұрыштары тең, диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлетін фигураны айтамыз. Біздегі параллелограммның периметрін табатын формуламыз П тең А қосылған Б көбейтілген 2, яғни біздегі берілген А қабырғасы мен Б қабырғасын қосып 2 көбейтетін боламыз. Параллелограмм деп қарама-қарсы қабырғалар параллель болып келген төрт бұрышты айтамыз. Енді мына суретке қарайтын болсақ, біздегі АБ қабырғасы СД қабырғасына тең, АД қабырғасы БС қабырғасына тең. Және де біздегі А бұрышы С бұрышына, Б бұрышы Д бұрышына тең. Және де біздегі АО ОС-ға, БО ОД-ға тең. Ендігі кезекте параллелограммның ауданын табатын формулаларға тоқталатын болсақ, егер де бізде параллелограммның бір қабырғасы және биіктігі белгілі болатын болса, онда біз S тең AH формуласын қолданамыз. Ал бізде параллелограммның екі қабырғасы белгілі болып, және де қабырғалар арасындағы бұрышы белгілі болатын болса, онда біздегі ауданның формуласы А көбейтілген Б синус альфа арқылы табатын боламыз. Егер де параллелограммда бізде диагоналдар белгілі болатын болса, онда біз диагоналдарын қолдану арқылы оның бір қабырғасының бұрыш арқылы, яғни 2-ден 1 Д1 көбейтілген Д2 синус альфа арқылы табатын боламыз. Енді келесі біз есептер шығаратын болсақ, қабырғалары 4 және 6 см, ал бір бұрышы 30 градус болатын параллелограммның ауданын табыңдар делінген. Ең әуелі біз параллелограммның суретін салатын боламыз, иә. Қабырғалары 4 және 6 см. Ал бір бұрышы 30 градус болатын болса, біздегі формуламыз S тең А көбейтілген Б синус альфа еді. Енді осы формулаға сандардың орнына қоятын болсақ, 4 көбейтілген 6 көбейтілген синус 30 градус. Бізде синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, яғни 24 көбейтілген 2-ден 1. Сонда бізде ауданымыз 12 см квадрат екен. Келесі есепке қарайтын болсақ, параллелограммның ауданы 36 см квадрат. Диагоналдарының қиылысу нүктесінен оның қабырғаларына дейінгі қашықтықтар 2 және 3 см. Параллелограммның периметрін табыңдар делінген. Ең әуелі бізге сурет қажет болады. Бізде диагоналдарының қиылысу нүктесінен дейді. Диагоналдарының қиылысу нүктесі қақ ортасында. Осы қиылысу нүктесінен бір қабырғасына қарай, оның қабырғаларына дейді. Бізде мұндағы 2 см болса, ендігісі 3 см деген сөз. Енді осы қиылысу нүктесінен оның қабырғаларына дейінгі қашықтықты келесі параллель жатқан қабырғаға қарай жүргізетін болсақ, біздегі биіктік пайда болатын болады. Сонда бізде А және Б қабырғасына түсірілген биіктік болады. Біздегі биіктік арқылы табатын формуламыз S тең А көбейтілген аша болатын болса, біздегі биіктікті табатын формуламыз S аша тең S бөлінген А. Біздегі S-ның орнында 36, А қабырғасы бізде жоқ, дұрыс емес. Иә, биіктік қой. Иә. Айнап открыто. Келесі есепке қарайтын болсақ, бізде параллелограммның ауданы 36 см квадрат. Диагоналдарының қиылысу нүктесінен оның қабырғаларына дейінгі қашықтық 2 және 3 см. Параллелограммның периметрін есептеңдер делінген. Ең әуелі біз суретін саламыз.
Одан соң бізде диагоналдары делінген, яғни диагоналдарын жүргізетін боламыз. Диагоналдарының қиылысу нүктесі бізде қақ ортасында болады. Осы қиылысу нүктесінен қабырғасына дейінгі қашықтық 2 см және де 3 см делінген. Осы біздегі қабырғасына дейінгі қашықтықты келесі жатқан параллель қабырғаға жүргізетін болсақ, бізде биіктік пайда болатын болады. Енді бізде биіктікте белгілі болатын болса, онда бізде параллелограммның ауданын табатын формуламыз S тең А көбейтілген аша. Осы формула арқылы біз параллелограммның қабырғаларын табатын болсақ, S тең А тең S бөлінген аша. Яғни, сонда бізде А қабырғасы 36 бөлінген, біздегі келесі жүргізілген қабырғамызға дейінгі қашықтық 2 см болғандықтан, бізде сонда 4 болады. А қабырғасы бізде 9 см екен. Келесі Б қабырғасын табатын болсақ, Б қабырғасы бізде дәл осылай S бөлінген HB. Сонда бізде Б тең 36 бөлінген, біздегі биіктігіміз 3-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 6 болады. Бізде Б қабырғасы 6 см екен. Енді бізде 2 қабырғасын тауып алдық. Енді осы 2 қабырғасы арқылы периметрін табатын болсақ, бізде Б тең А қосылған Б көбейтілген 2. А қабырғасы мен Б қабырғасы белгілі. 9 қосылған 6 болады. Оны 2-ге көбейтсек, сонда периметріміз 30 см екен. Келесі үшбұрыштың ауданын жайлы айтатын болсақ, үшбұрыштың ауданын біз қабырғасы мен осы қабырғаға түсірілген биіктіктің жарым көбейтіндісіне тең екендігін білеміз. Осы біздегі формуламыз S тең 2-ден 1 А көбейтілген H арқылы анықталады. Келесі есепті қарайтын болсақ, тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 168 см квадрат. Егер катеттердің ұзындықтарының қатынасы 7-де 2 қатынасындай болатын болса, осы катеттерді табыңыз делінген. Катеттерін табатын болсақ, ең әуелі біз тікбұрышты үшбұрыш салатын боламыз. Оларды А, Б, С деп белгілейміз. Біздегі катеттер деп отырғанымыз бізде А, Б және де А, С. Осы катеттердің қатынасы 7-де 12-ге тең. 7 бөлінген 12-ге тең делінген. Яғни А, Б бізде 7х десек, А, С-ны 12х дейік. Сонда бізде А, Б бізде осы жерде үшбұрыштың биіктігіне тең болып тұр. Сонда бізде формуламызда S тең 2-ден 1 А, Б көбейтілген Асы. Яғни бізде аудан берілген 168-ге тең 2-ден 1 көбейтілген 7х көбейтілген 12х. Сонда бізде 168 тең 84х квадрат бөлінген 2. Сонда бізде 84х квадратты 2-ге бөлсек, 168 тең 42х квадрат. 168-ді 42-ге бөлетін болсақ, 4 шығатын болады. Сонда бізде 4 тең х квадрат. Х-тің мәні сонда бізде плюс минус 2-ге тең. Яғни біз минус мәнін ала алмаймыз. Сондықтан бізде плюс 2 мәнін алатын боламыз. Бізде х 2-ге тең, яғни АБ қабырғасын табу үшін 7-ні 2-ге көбейтеміз. 14 см екен. АС қабырғасы 12 көбейтілген 2 24 см-ге тең екен. Сау болыңыздар балалар, тақырыпқа байланысты берілген тапсырмаларды орындаңыздар.